Өзен жағасындағы шағын қалада Әмір есімді бала тұратын. Ол мейірімді, жанашыр бала болғанымен кедей отбасында өскен. Әкесі қарапайым жұмысшы болып жұмыс істеді. Ақша бәріне жетпеді. Әмір ата-анасына үй шаруасына жиі көмектесіп, бос уақытында достарымен ойнайтын. Бір күні Әмір өзен жағасында келе жатып, бір итті көреді. Ол арық, лас, жүні сабалақ екен. Әмір итті аяп үйіне апаруға бел буды. Ол оны Барбос деп атады. Әмір Барбосқа қарап, оны тамақтандырып, серуендеп жүрді. Ит жаңа үйіне тез үйреніп, Әмірдің шынайы досына айналды. Олар бірге доп ойнады, орманда серуендеді, өзенде жүзді. Бір күні Әмір мен Барбос орманда серуендеп келе жатып, бір кішкентай құстың қақпанға түсіп қалғанын көреді. Әмір құсты босатып жібереді. Құс қуанып, Әмірдің көмегі үшін алғысын білдірді. Әмір құсқа көмектесе алатынына қуанды. Жақсылықтың қайтып келетінін түсінді. Бір күні Әмір мен Барбос қаланың аралап келе жатып, жолда жатқан кішкентай баланы көреді. Бала жылап, орнынан тұра алмады. Әмір балаға жақындап, орнынан тұруға көмектесті. Бала Әмірге рахметін айтып, адасып кеткенін айтты. Әмір баланы үйіне алып кетті. Баланың ата-анасы Әмірге шексіз риза болды. Әмір сауапты істерін жалғастыра берді. Қарттарға көмектесіп, қаңғыбас жануарларды тамақтандырып, мұқтаж жандарға қол ұшын берді. Әмір жақсылық өмірдегі ең маңызды нәрсе екенін түсінді. Бір күні Әмір қалада аз қамтылған отбасы балаларына көмек көрсететін қайырымдылық қорының ашылып жатқанын білді. Әмір қорға көмектесіп, волонтер болуға шешім қабылдады. Мұқтаж отбасыларға азық-түлік пен ойыншықтар таратуға көмектесті. Әмір басқа адамдарға көмектесе алатынына қуанды. Әмір есейіп кетті, бірақ ол әлі де мейірімді, жанашыр адам. Өзен жағасындағы, на берегу реки. Шағын қалада, в небольшом городке. Әмір есімді бала, мальчик по имени Амир. Тұратын, жил. Өзен жағасындағы шағын қалада Әмір есімді бала тұратын. В небольшом городке на берегу реки жил мальчик по имени Амир. Ол мейірімді, он добрый, жанашыр бала, отзывчивый ребенок. Болғанымен, хотя был, кедей отбасында, в бедной семье, өскен, рос. Ол мейірімді, жанашыр бала болғанымен, кедей отбасында өскен. Он был добрым и отзывчивым ребенком, но рос в бедной семье. Әкесі, его отец, қарапайым жұмысшы болып, простым рабочим. Жұмыс істеді, работал. Ақша, деньги, бәріне, на все, жетпеді, не хватало. Әкесі қарапайым жұмысшы болып жұмыс істеді. Ақша бәріне жетпеді. Его отец работал простым рабочим, и денег на все не хватало. Әмір ата-анасына, Амир родителям, үй шаруасына, по хозяйству, жиі көмектесіп, часто помогал. Бос уақытында, в свободное время, достарымен, с друзьями,
ойнайтын, играл. Әмір ата-анасына, үй шаруасына жиі көмектесіп, бос уақытында достарымен ойнайтын. Амир часто помогал родителям по хозяйству, а в свободное время играл с друзьями. Бір күні Әмір, однажды Амир, өзен жағасында, по берегу реки, келе жатып, когда шел, бір итті көреді, увидел собаку. Бір күні Әмір өзен жағасында келе жатып, бір итті көреді. Однажды Амир гулял по берегу реки, когда увидел собаку. Ол арық, она худая, лас, грязная, жүні жабағыланып қалған, шерсть была свалявшаяся. Ол арық, лас, жүні жабағыланып қалған екен. Она была худая и грязная, а ее шерсть была свалявшаяся. Әмір итті аяп, Амир пожалел собаку. Үйіне апаруға, взять ее домой. Бел буды, решил. Әмір итті аяп, үйіне апаруға бел буды. Амир пожалел собаку и решил взять ее домой. Ол оны Барбос деп атады. Он назвал ее Барбос. Әмір Барбосқа қарап, Амир ухаживал за Барбосом. Оны тамақтандырып, кормил его, серуендеп жүрді, выгуливал. Әмір Барбосқа қарап, оны тамақтандырып, серуендеп жүрді. Амир ухаживал за Барбосом, кормил его и выгуливал. Ит жаңа үйіне, собака к новому дому. Тез үйреніп, быстро привыкнув. Әмірдің шынайы досына, настоящим другом Амира, айналды, стала. Ит жаңа үйіне тез үйреніп, Әмірдің шынайы досына айналды. Собака быстро привыкла к новому дому и стала настоящим другом Амира. Олар бірге, они вместе. Доп ойнады, играли в мяч. Орманда серуендеді, гуляли в лесу. Өзенде жүзді, плавали в реке. Олар бірге доп ойнады, орманда серуендеді, өзенде жүзді. Они вместе играли в мяч, бегали по лесу и плавали в реке. Бір күні Әмір мен Барбос, однажды Амир и Барбос, орманда серуендеп келе жатып, гуляя в лесу, бір кішкентай құстың, маленькая птичка, қақпанға түсіп қалғанын, застряла в ловушке, көреді, увидели. Бір күні Әмір мен Барбос орманда серуендеп келе жатып, бір кішкентай құстың қақпанға түсіп қалғанын көреді. Однажды Амир и Барбос гуляли в лесу, когда увидели, что в ловушке птичка. Әмір құсты босатып жібереді. Амир освободил птичку и выпустил ее на свободу. Құс қуанып, птичка радостна. Әмірдің көмегі үшін, Амира за помощь, алғысын білдірді, поблагодарила. Құс қуанып, Әмірдің көмегі үшін алғысын білдірді. Птичка радостно взлетела и поблагодарила Амира за помощь. Әмір құсқа көмектесе алатынына қуанды. Амир был рад, что смог помочь птичке. Жақсылықтың қайтып келетінін түсінді. Он понял, что добро всегда возвращается.
Бір күні Әмір мен Барбос. Как-то раз Амир и Барбос қаланы аралап келе жатып, гуляли по городу. Жолда жатқан, на дороге лежит, кішкентай баланы, маленький ребенок, көреді, увидели. Бір күні Әмір мен Барбос қаланы аралап келе жатып, жолда жатқан кішкентай баланы көреді. Как-то раз Амир и Барбос гуляли по городу, когда увидели, что на дороге лежит маленький ребенок. Бала жылап, орнынан тұра алмады. Ребенок плакал и не мог встать. Әмір балаға жақындап. Амир подошел к ребенку. Орнынан тұруға көмектесті и помог ему подняться. Әмір балаға жақындап, орнынан тұруға көмектесті. Амир подошел к ребенку и помог ему подняться. Бала Әмірге рахметін айтып. Ребенок поблагодарил Амира. Адасып кеткенін айтты. Сказал, что потерялся. Бала Әмірге рахметін айтып, адасып кеткенін айтты. Ребенок поблагодарил Амира и сказал, что потерялся. Әмір баланы, Амир ребенка, үйіне алып кетті, отвел домой. Баланың ата-анасы, родители ребенка, Әмірге, Амиру, шексіз риза болды, были очень благодарны. Әмір баланы үйіне алып кетті. Баланың ата-анасы Әмірге шексіз риза болды. Амир отвел ребенка домой, и родители ребенка были очень благодарны Амиру. Әмір сауапты істерін, Амир добрые дела, жалғастыра берді, продолжал делать. Әмір сауапты істерін жалғастыра берді. Амир продолжал делать добрые дела. Қарттарға көмектесіп, помогал пожилым людям. Қаңғыбас жануарларды, бездомных животных, тамақтандырып, кормил. Мұқтаж жандарға, нуждающимся, қол ұшын берді, помогал. Қарттарға көмектесіп, қаңғыбас жануарларды тамақтандырып, мұқтаж жандарға қол ұшын берді. Он помогал пожилым людям, кормил бездомных животных и помогал нуждающимся. Әмір жақсылық өмірдегі ең маңызды нәрсе екенін түсінді. Амир понял, что добро – это самое важное в жизни. Өзен жағасындағы шағын қалада Әмір есімді бала тұратын. Ол мейірімді, жанашыр бала болғанымен кедей отбасында өскен. Әкесі қарапайым жұмысшы болып жұмыс істеді, ақша бәріне жетпеді. Әмір ата-анасына, үй шаруасына жиі көмектесіп, бос уақытында достарымен ойнайтын. Бір күні Әмір өзен жағасында келе жатып, бір итті көреді. Ол арық, лас, жүні жабағыланып қалған екен. Әмір итті аяп, үйіне апаруға бел буды. Ол оны Барбос деп атады. Әмір Барбосқа қарап, оны тамақтандырып, серуендеп жүрді. Ит жаңа үйіне тез үйреніп, Әмірдің шынайы досына айналды. Олар бірге доп ойнады, орманда серуендеді, өзенде жүзді. Бір күні Әмір мен Барбос орманда серуендеп келе жатып, бір кішкентай құстың қақпанға түсіп қалғанын көреді. Әмір құсты босатып жібереді. Құс қуанып, Әмірдің көмегі үшін алғысын білдірді. Әмір құсқа көмектесе алатынына қуанды. Жақсылықтың қайтып келетінін түсінді.